Сәлем достар, сіздермен бірге мен Альбина. Менің асханама қош келдіңіздер. Бүгін біз видеодағылай өте дәмді, өте керемет мясо по-французски, яғни французша ет тағамын дайындайтын боламыз. Міндетті түрде видеоның соңына дейін қарап, лайк басып қолдау білдіріп отырыңыздар. Ол үшін ең әуелі тартылған етімізге қатымына қарай бұрыш, тұз және дәмдеуішімізді қосып, жақсылап араластырамыз. Айта кетейін, кешкі ас тек 4-5 адамға ғана арналған. Егер отбасыңызда адам саны көп болатын болса, қажетті азық-түліктерді көбейтсеңіз болады. Өте дәмді, өте керемет, өте тойымды және өте ерекше кешкі ас сіздің барлық отбасы мүшелеріңізге ұнайтынына сенімдімін. Міндетті түрде жазып, нәтижесін комментарий бөлімінде бөлісіңіз. Осылай етіміз жақсылап араласып болғаннан кейін шетке қойып қоямыз. Осы уақытта етімізге тұз сіңгенше картофымызды дәл солай тұз, дәмдеуіш, бұрыш салып жақсылап араластырамыз. Бұл жерде менде орташа көлемдегі 5 картоп. Қостым. Өздеріңізге қалауларыңызша және отбасы мүшелеріңіздің санына қарай да қажетті картопты көбейтсеңіздер де азайтсаңыздар да болады. Және осылай ирек пышақпен турау шарт емес, кәдімгі қарапайым пышақпен де турай берсеңіздер болады. Егер картоп пісуіне күмәнданатын болсаңыз, картопты алдын ала 10-15 минутта қайнаған суда қайнатып алсаңыздар да болады. Осылай картопымыздың барлығын жақсылап араластырып алғаннан кейін енді ыдысымызға барлығын орналастыратын боламыз. Әуелі табамыздың ішіне осылай сұйық маймен жақсылап майлап аламыз. Одан кейін картопымызды саламыз. Картопты бір тегіс етіп барлығын жайып орналастырып болғаннан кейін оның үстіне майонезімізді жағып шығамыз. Және майонезіміздің үстіне пиязымызды орналастырамыз. Мен пиязға кішкене бір тіс сарымсақ қосып, осылай блендерден өткізіп алдым. Егер сізде блендер болмаса, пиязды жарты ай тәрізді етіп, жұқалап, турап, кесіп қойып шықсаңыздар да болады. Және пиязымыздың да үстінен осылай майонезімізді жағамыз, және оның үстінен енді тартылған етімізді жұқалап, оны да бір тегіс етіп төсеп шығатын боламыз. Өте дәмді болады, міндетті түрде жасап көріңіздер. Енді осы тартылған етіміздің үстінен қызанағымызды да бір тегіс етіп қоямыз. Бұл жерде менде 2 дана қызанақты пайдаландым. Осылай қызанағымыздың барлығын орналастырып болғаннан кейін 200 грамм қызып тұрған пеште 25-30 минутқа пісіріп аламыз. Және осылай пеште пісіп шыққан асымыздың үстіне жұқалап, осылай ірімшігімізді саламыз да, тағы да 10-15 минут көлемінде пешкеге салып аламыз. Бар жоғы 40 минуттың ішінде осындай өте дәмді, өте ерекше кешкі асымыз дайын болып шығады. Менің отбасыма өте қатты ұнады. Сіздің де отбасыңызға ұнайтынына сенімдімін. Міндетті түрде жасап көріңіз. Видеоның соңына дейін көргеніңізге рахмет.